Пандемия кезінде біздің осалдығымызды дәл дөп басып айтты да елбасы. Көптеген сорттарымыз алдыңғы қатарда, шетелдік сорттардан да алдыңғы қатарда келе жатыр. Жерге біздің жанашырлығымыз көп жағдайда төмен болып жатады. Мына күріш дақылында перикулериоз деген аса қауіпті ауру бар. Бұрын бұл ауру болмаған. Біздің Қазақстанда бірден-бір кем бұл мынандай заводы бар, микробио заводы бар. Осы ғылыми орталық Қазақстанда мына саусақпен санаулы ғана жұмыс жасап жатқан үлкен орталық бар. Микробиология және вирусология ғылыми зерттеу институты. Пайдасы бар дүниелерге біз жол ашуымыз керек қой. Сөйтіп фермерлер осыған көзін жеткізу керек. Біз химизацияны ең аз қолданған мемлекеттің қатарына жатамыз. Бірақ әттеңейіміз бар. Әттеңей деген дүние не? Бұл малотоннажный дейді, кіші тоннажды биозаводымыз жоқ. Қазақстанда білесіз тұқым шаруашылығы өте былай енді проблема. 300-ге жуық тұқым шаруашылығы бар дейміз ақ. Бірақ деген осы біз мынау шаруашылықтарды аралаған кезде көбінесе тұқыммен өте қиналып жатқан адамдар көп. Көптеп тұқымдар іздейді. Соның ішінде мысалы қазір жылдан жылға өзі мынау бірақ дақылды алып қарайық, мысалы жоңышқа дақылы. Жоңышқа дақылы көптеген шаруашылықтар қазір енді мал шаруашылығына бет бұрып жатыр ғой. Сондықтан азық керек, мал азығы керек. Мынау оңтүстік жақта өзіңізге мәлім, жоңышқаны көп мал азығына қолданады. Сол кезде бір жағынан көбінесе тұқым іздейді. Ол тұқымның іздегеннің өзінде кәдімгі сапалы. Ішінде жаңағы бұрын совет өкіметі кезінде неден арылтатын, сарняк деуші, магнит арқылы өткізетін. Ал қазір көбінесе сондай бір сапалы тұқымға жете алмай жүрген шаруашылықтар көріп, өз көзімізбен көрдік. Осы жайлы не айтар едіңіз? Мемлекет басшысы президент Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың былтыр үлкен жиында тамыз айында тапсырма берді. Осы тұқым шаруашылығын және селекцияны дамытуға. Өйткені бұл сала өкінішке орай соңғы 2010 жылдан былай қарай мемлекеттік қолдау күрт төмендеді де, бұл сала конкурентный рынокқа кетті де, біздің сондай тұқым шаруашылығымен айналысатын көптеген орталықтарымыз қаржыландыру болмағандықтан, ғылыми жағынан болсын, басқа жақтан материалдық техникалық жағынан да қамтамасыз етуі күрт төмен түсті де, қазір ескі құсқымен жұмыс істеп жатқан жағдайымыз бар. Мынау пандемия кезінде біздің осалдығымызды дәл дөп басып айтты да елбасы. Неге? Президентіміз өйткені біз мынау азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету барысында барлық айналып келгенде осы тұқымға тәуелділіктен туындайды. Неге біз өзіміздің отандық сорттарымыз бола тұра бұны кенжелетіп алдық? Оның артында жаңа айтқандай үлкен күрделі мәселелер, қаржыландыру болмағаннан кейін біз мамандарымызды жоғалта бастадық. Қазіргі таңда мынау селекционерлер әр ғылыми зерттеу институтында былай айтарсақ, көптеген орталықтарда маманға тапшымыз. Маманға тапшылық туындады. Бірінші фактор. Екінші фактор жаңа айтқандай ғылыми жұмыстар соған конкурс жарияланған кезде де қаржыландыру оған бөлінбегендіктен ол салада кенжелеп, былайша айтқанда көптеген орталықтар өздерінің басқа қаржы көздері есебінен ұстап тұруға тырысты, бірақ өкінішке орай көп жағдайда бұл бағытқа қолдау болмағаннан кейін көптеген сорттарымыз, соңғы кездегі шығарып жатқан сорттарымыз мынау бәсекелестікке төтеп бере алмай жатқан жағдайы бар. Бірақ ішінде көптеген сорттарымыз алдыңғы қатарда, шетелдік сорттардан да алдыңғы қатарда келе жатыр. Мысалы, солтүстік аймақта алып қарасақ, Қарабалық тәжірибелік станциясының ғалымдарының шығарған мысалға айна сорты, қазір 10 миллиондаған гектарға дейін, қазір точнее нақтырақ айтатын болсақ, 2 миллионнан гектардан астам жерге. Бидай ма? Бидай.
өйткені ол мынау құрғақшылыққа төзімді, оның өзі дәлелденді. Өткен соңғы жылдар білесіз, құрғақшылық жылдары болып, өнім 5, 6, 10 центнерге жете алмай жатқан жағдай бар. Кейінгі соңғы жылдары құрғақшылық басым болды. Басым болды. Міне соған төзімді сорттарымыз жоқ емес, бар. Енді бұл жерде президенттің тапсырмасынан кейін қазіргі таңда осы ұлттық ғылыми білім беру орталығы басшылығы ұйымдастырып үлкен жоба жасап жатыр. 24-26 жылдары бұл қаржыландырылатын болса, тұқым шаруашылығы ол өз деңгейіне мынау бастамасын алады деген үлкен сеніміміз бар. Ол дұрыс қой, бірақ маман тапшы болады ғой. Маман тапшы. Ал сол мамандар біз қайдан аламыз қазір? Енді қазіргі таңда біздің қазір мемлекет тағы да үлкен қадам жасап жатыр. Бұл енді жоғарғы ғылым беру орталықтары, яғни университеттердің осы мамандықтардың мынау классификатор дейді ғой. Иә. Сол классификаторды қайта қарау керек. Соны қарап, уже бұл вуздарда бастау керек. Жоғарғы оқу орындарынан бастау керек. Өйткені соның ішінде мынау өсімдік қорғау және карантин саласы бойынша да сондай кенжелеп жатқан жағдай бар. Кезінде осы ұлттық аграрлық университетте факультет болатын керек десеңіз, осы өсімдік қорғау мамандарын дайындайтын. Иә, болды. Қазіргі таңда бұл мамандық классификатордан кенжелеп қалғаннан кейін бұл мамандықты өсімдік шаруашылығы соның саласының көлеңкесінде қалды. Енді тағы бір мәселе, енді сізге бұл енді тікелей қатынасып болмаса да, мысалы қазір өзіңіз жаңа айтып кеттіңіз, органикалық жолмен дамытып жатырмыз деп, химиялық жолмен деп. Мынау шаруашылықтарда міндетті түрде минералдық тыңайтқыштарды қолданылады. Осы минералды тыңайтқыштарды қолданудың қаншалықты дұрысын, немесе бұрысын, қандай жағдайда бұны қолдану керек? Көбінесе мынау қазіргі фермерлер ешкімге ол жаңағы құпия емес, кез келген кешегі механизатор, кез келген кешегі малшы, қазір бәрі шаруашылықпен айналысып жатыр. Баяғыдағы ученый агроном деген ондай қазір мамандар жоқ. Қожамын деген жағдай бар. Сондықтан ол көбінің жаңағы білімі жетіспейді. Ойлайды, мен қазір мына минералдық тыңайтқышты үйіп берсем, мен соншама көп өнім аламын деп. Соның плюсы қандай, минусы қандай мына минералдық тыңайтқыштарды? Содан кейін жаңа өзіңіз айтып келген органиканы қолданып жатқан, оның қандай артықшылығы бар? Осы жайлы не айтасыз? Бұл жөнінде дұрыс мәселені өте орынды көтеріп отырсыз. Себебі қазір жаңа өзіңіз айтқандай, мынау жерлерді көбісі жекешелендіру немесе жалға алу деген сияқты мәселелерде жерге біздің жанашырлығымыз көп жағдайда төмен болып жатады. Жаңа айтқандай маман иелеріне байланысты өкінішке орай көптеген фермерлеріміз барлығы енді жерге қожайын болғаннан кейін көбінесе мен өзім білемге салынып кетеді. Өйткені ол заң жүзінде көп жағдайда реттеуге келмейтін жағдайлар болады. Енді мысал ретінде айтайын, мына минералдық тыңайтқыштарды пайдалануымыз керек деп айтпаймын, керек. Бірақ оның өзінің технологиялық картаға салған кезде өзінің ережесі бар ғой. Ғылыми жолмен дәлелденген да, әр өсімдікке берілетін өзінің нормалары бар. Ал бірақ жаңағы айтқандай көптеген қате ұғымдар бар. Мен көп тыңайтқышты берсем, көп өнім алам дейді. Ол өте қате ұғым. Оны ең алғаш топыраққа кез келген тыңайтқышты беру алдын топырақтың анализін жасау керек. Сонда не жетіспей жатыр, соның мөлшерімен беру керек. Ол бір мәселе. Енді көбінесе жаңағы айтқандай біз енді мен 2 жылдай осы күріш ғылыми зерттеу институтында да басшылық қызмет атқарғанымда көптеген фермерлермен тікелей жұмыс жасау барысында мына күріш дақылын алып қарайық. Күрішке норма бойынша 250-300 килограмм гектарына амофос беретін болса, оны мынау көп өнім алам деген қате ұғыммен 500 килограмм, кейбіреулері 1 тоннаға дейін артық беріп жатқан жағдайлар бар. Ол қандай кері әсер еткенін сізге қазір мысал ретінде айтып берейін.
өсімдік оның барлығын сіңіре алмайды, біріншіден. Иә, физиологиялық тұрғыдан. Екіншіден, біз ол жерде енді тұздан алынады ғой, енді тұз деп айтамыз ғой, енді сол тұз күйінде ол топырақ қабаттарында үлкен қатпар болып слой күйінде қалап жинала береді. Ол да болса кейін кері әсерін қалай тигізеді? Ол өсімдіктің тез өсу процесінде мынау иммундық жүйесі әлсірейді, ауруға шалдығады. Немесе мына полигаймс дейді, құлайды өсімдік. Соның ішінде мына ауруға шалдығады деген бір мәселенің несі, мына күріш дақылында перикулериоз деген аса қауіпті ауру бар. Бұрын бұл ауру болмаған. Кезінде мына Ресейден алып келген көптеген ресейлік сорттардың тұқымымен келген ауру. Сөйтіп ол біздің Қызылорда өңірінде ол бейімделіп, қазіргі таңда фермерлерге оқтын осындай технологияны бұзып алған жағдайда тура сол сияқты артық беріп қойып, перикулероз ауру жаппай көбейіп, бір аптаның ішінде мынау егістік алқаптары осы аурумен шалдығады. Сөйтіп қара реңге түсіп, ол өнімділікті жоғалта бастайды. Сол кезде фермер дабыл қағады. Енді қатені оны мойындағысы келмейді ғой. Сол причинаның ең бірден бірі осы амофосты, яғни көбінесе минералдық тыңайтқыштарды артық берген нормадан тыс бергеннің нәтижесінде. Ол енді өнімдікті жоғалтқаннан бұрын шығынның үстіне шығынға келеді. Тағы да үстіне тағы да шығын. Оны жай шашып қоймайды, оны авиа, самолетпен шашады. Химия. Сөйтіп ол өсімдікке, онсыз да әлсіз болып тұрған өсімдікке тағы да химиялық препарат беріп, одан сайын әлсіздендіреді, бірақ ауруды тоқтатады. Сөйтіп жаңағы 25-30 центнердің көлемінде өнім алып жатқан жағдайы бар. Қорыта айтқанда, тыңайтқыштарды өзінің әр дақылдыңға сәйкес өзінің жаңа нормасы бар, белгіленген мөлшері бар, сол мөлшерде қолдану қажет. Мынау жаңағы артық берсем, өнімдікті жоғары алам деген ол түсінік қателік. Енді осы жағдай айта кетейін, осы как раз бұл нағыз осы біздің жаңа айтқанда артық беріп қойған жерлерге мынау отандық биологиялық препаратымыз, осы как раз фосфобацилин деген препарат бар. Бұл фосфорды топырақтағы оны ертіп, жиналып жатқан, сыртынан артық бермей-ақ қой. Сол топырақтағы бар нәрсені өзіне пайдалану керек. Біріншіден бұл экономикалық тұрғыдан алған кезде ең арзан, экологиялық жағынан алып қарасақ, ол топырақты сауықтырады, өйткені топырақты емдейді. Сөйтіп басқа микроорганизмдердің жұмыс жасауына септігін тигізеді, консорциум құрылады сол жердегі. Сөйтіп өсімдік ол керегін алып, топырақты сауықтыру арқылы өнімділігін арттыруға болады. Бұл биологиялық бұл биологиялық жағы. Одан қалды, тек қана оны тұқымда ғана өңдеп қана қоймай, бұның өсу кезеңінде егер екінші рет тағы да шашатын болса, жапырақтың беттік арқылы сіңіру арқылы да алынады. Міне осындай пайдасы бар дүниелерге біз жол ашуымыз керек қой. Сөйтіп фермерлер осыған көзін жеткізу керек. Бұл ешқандай шетелге біз тәуелді емеспіз, өзіміздің отандық. Өзіміздің отандық әрі нарықтық баға жағынан да екі есе арзан. Міне енді сіз айтып өттіңіз, жаңағы минералдық, биологиялық тәсілдердің ол бір мысалмен ғана келтіріп отырсыз, бірақ осындай мысалдар көп қой. Ал енді мынау осындай тағы да отандық қандай препараттарды білесіз? Негізінен қазіргі таңда нарықта отандық препараттардың үлес салмағы кемде-кем. Біздің Қазақстанда бірден бір кем, бұл мынандай заводы бар, микробио заводы бар, осы ғылыми орталық Қазақстанда мына саусақпен санаулы ғана жұмыс жасап жатқан үлкен орталық бар. Микробиология және вирусология ғылыми зерттеу институты. Бұл институтты бүкіл біздің қазақ және мынау шет елдерге әйгілі аты шыққан академик Амангелді Құрбанұлы Саданов ұйымдастырып отыр. Енді оның нәтижесін өздеріңіз мынау бұқаралық ақпараттарда, мынау ғылыми мақалаларда, үлкен еңбектерде, бұл үлкен ғалымдардың жұмысының негізінде жасалған 9-ға жуық биологиялық препараттар қазір өндірістік жағдайда өндіріске еніп жатыр. Өсімдік шаруашылығы болсын, мал шаруашылығы болсын, медицина жағынан болсын, өндіріске еніп жатыр. Енді біздің осы бағытта қазір біз осы өсімдік қорғау және карантин ғылыми зерттеу институтының ғылыми зертханаларында осы препараттармен де жұмыс жасап жатырмыз. Ал енді микробиология және вирусология ғылыми өндірістік орталығында
Жаңа айтқандай фосфобацтериннен басқа фитобактерин деген бар, ризовита крес деген бар, одан кейін плантобактерин деген бар. Бұлардың барлығы айтып келгенде мына өсімдікке, топыраққа қолайлы жағдай жасау арқылы біз адамзат баласымен мал болсын, шаруашылығында болсын, мал азықтық дақылдар деп жатырмыз ғой, соларға керемет дүниеде бұлардың барлығы. Экологиялық таза өнім алуға болады. Ол препараттар берілген кезде біз қорықпай 100% бұл органикалық өнім деп айта аламыз. Міне осындай өнімдердің үстінен біздің биологиялық препараттар, біздің биогенттер, пайдалы насекомдарымызды сол технологияның ішіне кіргізетін болсақ, одан кейін өсімдік шаруашылығы кезінде, мынау топырақты өңдеу кезінде гербицид емес, междурядный, қатар аралық топырақты өңдейтін құралдарды пайдаланатын болса, міне осылардың барлығын кешенді түрде келсе, техника жағы болсын, онда біз органикалық өнім алатын жағдайға толық мүмкіндігіміз бар. Себебі біз Қазақстан бүкіл әлемдік нарықта, Қытай мемлекетімен болсын, салыстырмалы түрде алып қарайтын болсақ, біз химизацияны ең аз қолданған мемлекеттің қатарына жатамыз. Халқымызда көп емес, жеріміз кең байтақ, оның барлығына толықтай химиямен өңдейміз деген ұғым ол сыймайды еш жерге. Өйткені біздерде мына мемлекет нарықта біздің әлеуетіміз органикалық өнімді жоғары деңгейге көтеріп экспортқа шығаратын болсақ, біз осы мынау алдыңғы қатарлы мемлекеттермен теңесе аламыз. Өйткені біздің мүмкіндігіміз бар. Тек осы биологиялық препараттармен жұмыс істейтін осындай үлкен ұйымдарды, ұжымдарды мемлекеттік тұрғыдан қолдайтын болса, олардың әлеуетін, мысалға осы микрозауыттың, биозауыттың әлеуетін қазір жылына 90 тоннаға дейін өнім алып жатыр ғой. Оның өнімдігін артылатындай жағдай мемлекеттік қолдау болатын болса, линияларын көбейтіп, тоннаждарын жоғарылататындай жағдайға субсидияларын аямай беретін болса, онда біз осы мынау көрші мемлекеттердің алдын қатарлы экспортқа шығарамыз. Осыған орай бір сұрақ туындайды. Мысалы, қазіргі кезде мынау біздің биологиялық препараттарға ешқандай субсидия жоқ қазір. Себебі заң қабылданған биологиялық препараттардың тізіміне кірмей қалған. Осы орайда егер біздің отандық препараттарға біріншіден приоритет біздің отандық препараттарға болатын болса, жұмыс істеп жатқан жаңағы тәжірибесі бар, нарықта орны бар. Сол жағынан бір қолда болатын болса, тіптен сол кезде биологиялық препараттардың рөлі де артатын еді, пайдаланған жаңағы шаруашылықтарға да көбінесе сондай бір пайдасы болатын еді. Сол жағынан да ақсап тұрмыз біз, мысалы. Ол дұрыс айтасыз. Мысалға біздің өзіміздің ғылыми зерттеу институтының төңірегінде 300-ге жуық штамдарымыз бар. Өндіріске енгізуге болатын. Соның ішінде 20 шақтысы қазір оның технологиясы жасалған. Өндірістік жағдайда көбейтіп, оны қолдануға болатындай. Бірақ әттеңайымыз бар. Әттеңай деген дүние не? Бұл малотоннажный дейді, кіші тоннажды биозаводымыз жоқ. Оған институттың өзінің мүмкіндігі, қаражаты қолдан келмейді. Бірақ ғалымдарымыз бар, препараттарымыз бар, тізімде бар, жаңағы айтқандай қолдау жоқ. Неге? Өйткені көбінесе өкінішке орай бізде мынау химиялық препараттарға, монстрларға төтеп бере алмаймыз. Олардың өзінің саясаты бар, өзінің мына нарықты бұзып, бүкіл саясатты бұзып жіберетіндей жағдайлар бар, өкінішке орай. Бірақ сол тұрғыда егер жаңа айтқандай тетіктері бар ғой, субсидия жағынан болсын, инвест-субсидия жағынан болсын, мынау ғылыми жұмыстарға конкурстар емес, тікелей мемлекеттік тапсырыстар беретін болса, онда біздің ғалымдарымыздың, осындай ғылыми зерттеу институттардың мүмкіндіктері бар. Сол мүмкіндікті пайдалансақ, біз басқа біреу үшін емес қой, өзіміздің еліміз, өзіміздің ұлтымыз үшін жұмыс жасайтын дүниелер. Өйткені ауру астан деп жаңа айттық қой. Неге біз таза өнім жеуге осы кезге дейін дамыған мемлекеттердің барлығы соған өтеді де қолдау. Даже керек десеңіз биологиялық препараттарды тіркейтін мемлекеттік органдардың өздерінен мемлекет қолдау жасап, оның тіркеу процедураларын жеңілдеткен. 6 айда тіркейді. А біздерде өкінішке орай 2-3 жылда тіркеп жүрміз.